Қайырлы күн баршаңызға. Біздер осындай сырға салу көрпешесін тігетін боламыз. Бізге керек барқыт мата, матовый цветтан осындай айври цвет алсаңыздар болады. Сосын шашақ керек, сосын бізге ою өрнектер керек болады. Осындай жылтыр матадан ою өрнек оятын боласыздар. Бізге бұның диаметрі 80 сантиметр. Ол үшін біздер матамызды аламыз да осылай төртбұрышты етіп аламыз. Біздер жаңа кешіп тастаған болатынбыз, дөңгелек етіп. Сіздер де төртбұрышты мата етіп аласыздар да, осылай сызғышпен қойып 40-40 сантиметрден өлшеп белгілеп аласыздар да, сосын кесіп аласыздар. Сонда дөңгелек пішінді шығу керек. Бұл көрпешенің тұрақты диаметрі. Осыдан екеу пішіп аламыз. Ішкі қабатына осындай бөз матадан саласыздар. Оның ішінде мақта немесе таза жүн салсаңыздар болады. Біздер оюымызды дайындап алдық. Осындай жылтыр мата аласыздар. Ол деген жаңағы маталар дүкенінде болады. Жылтыр матаны осылай теріс жағына қойып аласыздар. Сосын артынан деген осылай паутинаны аласыздар. Осылай жайып аласыздар да, мысалы оюларыңыз қандай шамада, мысалы солай пішіп не істеп аласыздар, қиып аласыздар. Сосын қағазбен жапсырасыздар. Жылтыр қағаз бар, мынандай. Соның жылтыр жағын осылай жапсырып аласыздар. Бірінші жылтыр қағаз тұрады бетінде, сосын паутина тұрады, сосын матаңыздың теріс жағы тұрады да, өтекпен бастырып аласыздар. Бұған пар қолданбаймыз, қызуымен бастырып шығасыздар. Сосын осыны жайлап суығаннан кейін аласыздар. Бірден алсаңыздар, барлығы бірге жабысып қалады. Ысылай алмаймыз. Суығаннан кейін жайлап бітіп аласыздар. Сосын жаңа шаблондарыңызды ручкамен болсын, маркермен болсын, негізі ручкамен бастырғандарыңыз дұрыс. Ручкамен бастырып болғаннан кейін барып, мынаны қиып аласыздар да, жаңағы мынандай ақ бүйілер матаңызға осылай қойып, үстіне мәрлі қойып, пармен бастырып шығасыздар. Машинаның зигзагына қойып, барлығын зигзагтап тігіп шығасыздар. Одан кейін, осыдан кейін бізде деген не жүреді? Жаңағы мынандай не бар? Жаңағыдай шашақтың түрлері бар, мынандай түрі бар, жаңағыдай басқаша түрлері бар. Соны жаңағыдай мынаны жаппас бұрын екі жағын біріктіріп, мынаның үстінен тігіп шығасыздар. Кішкене 3 сантиметр қалдырып, жанынан осылай жүргізіп шығамыз. Содан кейін кішкене аузын қалдырасыздар, тігістен кейін. Сосын келесі бетке аударып, шетін тігіп тастайсыздар. Сосын бізде осындай көрпе дайын болады. Мына жері аралығы осылай тігілген. Видеода барлығын көрсетеміз, қалай тігілуін түгел. Көрпешенің ойын дайындайтын боламыз. Ол үшін біздер деген мынандай жылтыр матаны аламыз. Сосын паутинка керек болады ою дайындау үшін. Мына біздің лекаламыз оюды. Мынаны алып тастаңыздар ең бірінші. Қазір бұны деген сызуды көрсететін боламын. Осылай тұрады. Бірінші мынау тұрады, жылтыры. Осылай. 10 бетін жылтыр матасын қоясын. Паутинканы екі жағы да кілей мата мынаған жапсыратын боламыз. Ол үшін бізде мынандай қағаз пайдаланасыздар. Самоклющий обойларда болады ғой. Осындай жылтыр, бір жағында осындай жазу. Жылтыр жағын осылай қойып аласыздар. Осылай қоясыздар да, сосын өтектің парын қолданбаймыз. Тек өтектің өзін ыстып қоясыздар да, ортасынан бастайсыздар. Ортасынан бастап, қолдарыңызбен жылжытасыздар. Былай жылжытасыздар, төрт жағына қарай. Жаңа матамызды деген біздер оюдың размерімен өлшеп кесіп алдық. Кішкене ғана оюларыңыздан шығып тұру керек. Осылай төртбұрышты кесіп аласыздар. Біздің оюдың размері мысалға 70 болса, или 60 болса, 2 сантиметрдей матаңызды шығарасыз ғой. Сонымен бірдей етіп аласыздар. Ыпысы болу керек. Қағаз жабыспайды өтекке. Осылай жылжытып. Біздер деген паутинкамызды жабыстырып алдық қағазға. Осылай жабысып тұрады матасын. Біздер енді жайлап шетінен бастап, жайлап аласыздар.
сразу барып қолмен бүйтіп жып алмаңыздар, тартып. Олай керек емес. Жайлап асықпай аласыздар. Біздің клейіміз суы керек. Әлі не ыстық. Осылай. Мына қағазды сразу өтектеп болғаннан кейін ыссы күйінде аласыздар. Салқын болса қағазға жабысып қалуы да мүмкін. Міне, болды. Енді біздер осы жерге әбден суиды ғой. Суып болғаннан кейін барып, біздің мына лекаламызды осылай қойып аласыздар да, осылай үстіне. Осыны бастырасыздар. Ручкамен бастырып шығып, сосын қайшымен қиясыздар. Енді сразу барып, мынаны бастырып тастап, мына суымай жатып, мысалы бастыруға да болады, енді суымай жатып барып, мынаны қисаңыздар, мынаның шеттері бітіп міне, бір-біріне міне былай жабысып қалатын. Қаш, бір шетін көрсетейін сіздерге міне. Міне суымағасын, міне маталарыңыз уже деген бірақ болып қалатын. Мына бір-біріне паутинкалар жабысып қалатын бітіп. Осыны ескерерсіздер. Әбден суып болғаннан кейін оюды оямыз. Түсінікті деп ойлаймын. Мына қыздар, міне, енді оюымызды осылай қолдарыңызбен басып тұрып сызатын боламыз. Барлығын осылай сызып шығасыздар ручкамен. Сызып болғаннан кейін қиятын боламыз. Міне оюымызды бастырып болдық барлығын. Енді осылай аласыздар жайлап. Осы барлығын жайлап алып аласыздар да. Сосын кішкентай қайшымен қиғандарыңыз жақсы. Өткір кішкентай қайшымен. Оюымызды алып болдық. Енді қиямыз. Осылай сызықтың үстіне дәл түсіп, осылай қиып аласыздар. Оюымызды қиып алдық. Енді біздер көрпешеміздің бір бетін жаңағы шашақтармен тігіп алдық қой, бахрамамен. Енді мынаны дәл ортасына қойып аласыздар. Осылай орналастырып. Барлығын осылай тегіс жайып. Мынаны деген енді оюды мынаған жапсыру үшін біздер бетіне мәрлі аламыз да. Өтектің енді парын қолданамыз. Парымен жабысу керек. Астында клей бар, жаңа паутинка. Сол матаға жабысу керек. Мынаның дәл ортасына қарай қойып. Міне оюымызды бетіне орналастырып алдық. Енді біздер өтекпен жабыстыратын боламыз. Жаңа қағазымыз бар, жылтыр қағазымызды. Солай үстіне қоясыздар да. Өтектің парын қоспайсыздар ол кезде. Парсыз істейсіздер. Мата болса, мәрлі болса, оны пар қосасыздар. Қағазбен істейтін болсаңыздар, парсыз істейсіздер. Ортасына бастап, осы өтектеріңізді бұзтасыздар. Міне көрпешеміздің бетіне оюымызды жабыстырып алдық. Міне жабысты. Енді біздер оюды зигзагпен тігетін боламыз. Машинкаларыңызда, мысалы түзеу сызықта амен вот тұрса, инеңізді көтересіз де, сыға қоясыз. Сосын мынандай енді өзі жылтыр болғандықтан, жаңа оюымыз жылтыр жіпті аласыздар. Зигзагтың сы дегеніңізді көріп тұрмын жерде. Сіздерде әркімде әртүрлі машинка бар. Бұлай шетіне қойып аласыздар лапыңызды. Инеңізді түсіресіз. Зигзагпен тігесіздер. Қазір көрсетемін, артынан шығып кетпеу керек, шетіне шығып кетпеу керек. Мынандай тігіледі зигзаг. Шетін ұстап тұрады ғой тігіс деген сіздердің.
сосын осы жерден инеңізді қадайсыз да, міне тек лапканы осылай неңізді матаңызды бұрасыз, көрпешеңізді осылай тігесіз. Осылай тігесіздер зигзагпен. Сосын тегіс ұстаңыздар. Матаңызды тегіс ұстап, жиырмай тегіс ұстап тігесіздер. Бір бетіне немізді шашағымызды тігетін боламыз. Осындай аралықта қалдырасыздар, мына 3 сантиметрдей. Мына жерден білуге болады, мысалы мына жерден кішкене 1 сантиметрдей қалдыруға, мынаның төменгі жағындағы шашағынан. Осылай айналдырып тіге бересіздер. Осылай түгел айналып шығу керек. Үдеу тігіспен тігесіздер. Міне көрпешеміздің шашағын тігіп болдық. Енді біздер мына екінші қабатын былай оң жағы мен оң жағын беттестіріп, осыны тігіп шығатын боламыз. Айналдырып, булавкамен қыстырып алыңыздар осылай. Айналдырып тігесіздер, кішкене аузын ғана қалдырасыздар осындай. Сосын сыртынан тіге қоясыздар. Өзіңіз ыңғайлы болу үшін булавкамен қыстырып алып, 1 сантиметр қашықтықта тігіп аласыздар. Міне қиып болдым. Осы бетімен осы бетін бірге тігіп аласыздар, біріктіріп, ішіне мақтамызды саламыз да, сосын аузына кішкене қалдырып сыртынан тігесіздер. Бірінші осыны тігіп алыңыздар. Тігіп алып, сосын аузын қалдырамыз, ішіне мақтасын саламыз. Орап-орап салуға болады, өздеріңіз қалай ыңғайлы. Сосын аузын жауып тастайсыздар, дөңгелек болып шығу керек. Астыңғысы 90, үстіңгісі 80 сантиметр. Бөз матамызды тігіп алдық. Ауыз жағын қалдырдық қой, мынандай етіп. Мына ішіне мақта кіру керек. Айналдырамыз. Осындай мақтаны аласыздар да, жаңағыдай мынандай қалың болса, бүйтіп кішкене ашып алып, сосын жан жағына жайып, ұмалыстырып мақтаңызды төсейсіз. Осылай жасай бересіздер. Міне біздер мақтамызды орналастырып қойдық. Астында бөзіміз қалды. Бұл да бізде 800 граммдай мақта кетті. Аузы мына жақта қала берсін. Бүйтіп ұстап тұр орағаныз. Осылай орап алып, сосын айналдырып аузынан шығарасыздар. Негізі аузы кең болған жақсы, кеңетіп алғандарың жақсы болады. Жаңағы бұрыштарына жетпеген жерлерін қолмен сырып өздеріңіз келтіресіздер. Бізде осындай көрпе дайын болды. Мына жерін қолмен ине жіппен тігіп жіберсеңіздер болады. Міне көрпешеміз дайын болды. Міне біріктіріп тігіп алдық, айналдырдық. Енді оң жағына мынандай кішкене ашық жерін қалдырдық. Осыған біздер ішкі немізді
салатын боламыз көрпешеміз. Мінекей сырға салуға алып баратын келін көрпешеміз дайын болды. Оюын жапсырдық, айналдырасына бахромамызды тігіп тастадық. Осындай айвори цветтен әдемі көрпешемізді дайындадық.